ұйымдастыру және еңбекақы төлеу, персоналды басқару. Бір. Кәсіпорындағы еңбек ресурстары бұл кәсіпорын басшылығының үнемі қамқорлығының объектісі. Еңбек ресурстарының рөлі нарықтық қатынастар кезеңінде айтарлықтай артады. Өндірістің инвестициялық сипаты, оның жоғары ғылымды қажетсінуі, өнім сапасы мәселелерінің басымдығы қызметкерге қойылатын талаптарды өзгертті. Еңбекке шығармашылық көзқарастың және жоғары кәсібиліктің маңыздылығын арттырды. Бұл кәсіпорындағы персоналды басқару принциптерінде, әдістерінде және әлеуметтік, психологиялық мәселелерінде айтарлықтай өзгерістерге әкелді. Кәсіпорын алдында қандай техникалық мүмкіндіктер, ұйымдастырушылық және басқарушылық артықшылықтар ашылса да, ол тиісті адами ресурстарсыз тиімді жұмыс істей бастайды. Ақыр соңында бәрі адамдарға, олардың біліктілігіне, шеберлігімен жұмыс істеуге деген ұмтылысына байланысты. Кәсіпорынның тиімділігін арттыруға адам факторының әсер етуінің негізгі аспектілері: кадрларды даярлау және оларды үздіксіз оқыту, қызметкерлер құрамының тұрақтылығы мен икемділігі, қызметкерлердің еңбегін материалдық және моральдық бағалауды жетілдіру. Жұмыспен қамту кепілдігі және кадрлар айналымының төмендеуі айтарлықтай экономикалық тиімділікті қамтамасыз етеді және қызметкерлердің жұмыстан шығарудан қорықпай жұмыс тиімділігін арттыруға деген ұмтылысын қалыптастырады. Система оплаты труда должна быть гибкой, стимулировать повышение производительности труда, обладать достаточным мотивационным эффектом. Рост оплаты труда не должен опережать темпов роста оплаты труда в том, что определенная часть заработка ставится в зависимость от общей эффективности работы предприятия, и если рабочий допустил ошибку, он должен расплачиваться за нее. Структура производственного процесса должна базироваться на научных принципах организации труда, которые предполагают углубление разделения труда и улучшение кооперации труда на основе целесообразного расчленения производственного процесса, рациональный подбор профессионально квалифицированного состава рабочих и их расстановку, совершенствование трудовых процессов путем разработки и внедрения наиболее рациональных методов и приемов труда, улучшение обслуживания рабочих мест на основе четкого регламентирования каждой функции обслуживания, внедрение эффективных форм коллективной работы, развитие многоагрегатного обслуживания и совмещение профессий, совершенствование нормирования труда на основе использования резервов, снижение затрат труда и наиболее рациональных режимов работы оборудования, организацию и проведение систематического производственного инструктажа, повышение квалификации рабочих, обмен опытом и распространение передовых методов труда, создание наиболее благоприятных в санитарно-гигиеническом, психофизиологическом, эстетическом отношениях условий труда и безопасности работы, введение рациональных графиков работы, режимов труда и отдыха на производстве. Осы принциптерді іске асырудың жалпылама көрсеткіштері: еңбек өнімділігінің өсуі, санитарлық гигиеналық және психофизиологиялық еңбек жағдайларының жай-күйін қанағаттандыру, еңбек мазмұнына және оның тартымдылығына қанағаттану. Екі кәсіпорында жұмыс істейтіндердің барлығы екі санатқа бөлінеді: өндіріспен және оған қызмет көрсетумен айналысатын өнеркәсіптік өндірістік персонал. Өнеркәсіптік емес ұйымдардың персоналы негізінен кәсіпорынға тиесілі тікіш, балалар және дәрігерлік, санитарлық мекемелердің қызметкерлері болып табылады. Үш, жұмысшыларға материалдық құндылықтарды құрумен немесе өндірістік және көлік қызметтерін көрсетумен тікелей айналысатын кәсіпорын қызметкерлері кіреді. Жұмысшылар негізгі және қосалқы болып бөлінеді. Олардың арақатынасы кәсіпорын жұмысының аналитикалық көрсеткіші. Мамандар мен басшылар өндірістік процесті ұйымдастыруды және оларға басшылық етуді жүзеге асырады. Қызметшілерге қаржы есеп айырысу, жабдықтау өткізу және басқа да функцияларды жүзеге асыратын қызметкерлер жатады. Қызметкердің біліктілігі арнайы білім мен практикалық дағдылардың деңгейімен анықталады және ол орындайтын нақты жұмыс түрінің күрделілік дәрежесін сипаттайды. Оның қабілеттерінің, белгілі бір кәсіптің физикалық және психикалық қасиеттерінің сәйкестігі қызметкердің кәсіби жарамдылығын білдіреді. Кәсіпорын, цех, учаске кадрларының құрылымы олардың жалпы санындағы қызметкерлердің әртүрлі санаттарының арақатынасымен сипатталады. Еңбек ұжымы сандық құрамы, біліктілік деңгейі бойынша тұрақты шама болып табылмайды, ол үнемі өзгеріп отырады. Кейбір қызметкерлер жұмыстан шығарылады, басқалары қабылданады.
Мұндай өзгерістер айналыммен сипатталады. 3. Жұмысшылардың жалақысы – бұл өндіріс процесіне қатысатын еңбек ресурстарының бағасы. Ол көп жағдайда жұмсалған еңбектің саны мен сапасымен анықталады, бірақ оған еңбек сұранысы мен ұсынысы, қалыптасқан нақты конъюнктура, аумақтық аспектілер, заңнамалық нормалар сияқты таза нарықтық факторлар әсер етеді. Нарықтық экономика еңбек ресурстарының аумақтық қозғалысы, оған сұраныс бар жерде еңбек шоғырлануы және артық ұсыныс сезілетін жерлерден кетуі бар жұмыс күші нарығының болуын ұсынады. Барлық осы факторлардың жиынтығы нақты жалақыны құрайды. Нарық жағдайында еңбекақы төлеу мәселелері түбегейлі басқа ережелерге негізделген. Тұтынушының мойындауы және нарықтық жағдай – бұл ұжым мен жеке қызметкердің табыс деңгейін анықтайтын екі фактор. Бұл жағдай өндірушілердің халықтың кең тобына тәуелділігін арттырады. Сонымен бірге жасалған өнімнің нәтижелері, оның сапасы мен бағасы үшін экономикалық жауапкершілікті арттырады. Еңбекке бөлу тәсілі өзгеруде. Тең жұмыс үшін тең төлемнің негізі шығындар емес, жұмыс уақытының сағаттары мен біліктілік деңгейі, ал еңбек нәтижелері, еңбек өнімін нарық ретінде, тауар ретінде тану. Тауарларды сатудан түскен қаражат тауар өндірушілердің еңбек саны мен сапасын бағалаудың жоғары критерийіне және олардың жеке кірістерінің негізгі көзіне айналады. Еңбекақы төлеуді ұйымдастыру кезінде кәсіпкер, қызметкерлерге, мамандарға, басқарушы персоналға арналған лауазымдық жалақы жүйесін әзірлеу, өз кәсіпорынның қызметкерлеріне еңбекақы төлеу нысаны мен жүйесін анықтаңыз. Жұмысшылар үшін де, басқарушы персонал үшін де критерийлер әзірлеу және қосымша ақы мөлшерін анықтау. Кәсіпкердің иелігінде жалақының қандай да бір нысандарын немесе жүйелерін таңдауда кең мүмкіндіктер бар. Олар сыйлықақыларды, көтермелеулерді анықтауда одан да кең. Әр түрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындарда еңбекақының екі түрі кең таралған. Кесімді өнімнің әрбір бірлігі немесе орындалған жұмыс көлемі үшін төлем және уақытылы жұмыс істеген уақыт үшін төлем, бірақ күнтізбелік емес, тарифтік жүйеде көзделген нормативтік төлем. 4. Кәсіпкер шешуі керек маңызды сәт еңбекті ынталандыру. Оған еңбек ұжымдарының жұмысының психологиясы туралы білім қажет. Кәсіпкердің мақсаты еңбек өнімділігін арттыру, өнім сапасын арттыру, өндіріс тиімділігін арттыру және қызметкердің әр түрлі қажеттіліктері бар тұлға ретіндегі мақсаты сәйкес келмеуі мүмкін, тіпті жиі сәйкес келмейді. Сондықтан кәсіпкер осы екі сәйкес келмейтін мақсаттың үйлесімділігі мәселесін шешуі керек. Ол қызметкерді ынталандырып қана қоймай, ең алдымен оны жеке тұлға ретінде тануы керек. Кәсіпкер өз қызметкерлеріне қамқорлық жасауы керек. Олар кәсіпорында болудан қанағат сезінді. Ағынды желідегі роботтар емес, жеке тұлға ретінде сезінді. Кәсіпорынның сенімділігіне, олардың белгілі бір кәсіпорында қажеттілігіне белгілі бір кепілдік болды. Олардың қажеттілігі материалдық жағынан ғана емес, моральдық жағынан да расталды. Кейбір шетелдік кәсіпорындарда жалақы 3 бөлікке бөлінетін жүйе бар. Жалақының бір бөлігі еңбек және лауазымдық міндеттерін орындау үшін төленеді, және кәсіпорындағы міндеттері ұқсас барлық адамдар бірдей сыйақы алады. Жалақының екінші бөлігі еңбек сіңірген жылдармен және өмір сүру құнының факторларымен анықталады. Бұл инфляцияның үдемелі қарқыны кезеңінде өте маңызды. Жалақының бұл бөлігін кәсіпорынның барлық қызметкерлері алады, бірақ оның мөлшері нақты жағдайларға байланысты автоматты түрде түзетіледі. Жалақының үшінші бөлімді төлеу әр қызметкер үшін нақты және оның алдыңғы жұмыс кезеңінде қол жеткізген нәтижелерімен анықталады. Нашар жұмысшы көп ұзамай оның жалақысының осы құрамдас бөлігі қаншалықты аз екенін көреді, ал жақсы адам оның алғашқы екі компонент біріктірілгендей үлкен екенін түсінеді. Алайда үшінші компонент тұрақты шама емес, ол жоғарылауы және төмендеуі мүмкін.